Сәлеметсіздер ме барша қазақ елі? Менің есімім Бақтығали Диас болады. Мен Ксинт колледжінен келген студент болып табыламын. Маған бүгін өткен экскурсия қатты ұнады. Брайн жүйесімен таныстық. Құрметті оқырмандар, ұлттық кітап күні құтты болсын. Кітап оқитын жастар көп болсын. Мен Сақбалиева Гүлназ, Ксинт колледжінің студентімін. Бүгін біздер арнаулы кітапханаға келдік. Бұнда біздер деген зағип адамдардың қалай оқитынын, қалай тыңдайтынын, қалай өздері сурет дұрыс көре алмайтын жандардың қалай сурет сала алатынын, соның бәрін бізге таныстырды. Ол өте қызық болды. Бәрін түсіндік. Және де біздер Брайль алфавитімен таныстық. Сонымен қалай олардың жазатындарын, керісінше жазатынын, соның бәрін түсіндірді. Маған қатты ұнады. Қосымша ақпарат алдым өзіме. Және де бізге түрлі ойындар ойнатқызды, қызықты ойындар. Брайльдің өзімен таныстырды. Осы Брайль деген алфавитті қалай ойлап тапқанын, қалай жас кезінде қандай қиындықтардан өткенін айтты бізге. Және де бүгін кітапханашылар күнімен құттықтаймын бәріңізді, баршаңызды. Бәріңізге кітап оқуды, яғни кеңес етемін, өйткені біз көзіміз бар болса да кітап оқымайтын адамдар бар, ал көздер көрмейтін адамдардың өздері білімге деген құштарлықтары өте мол, сондықтан кітап оқып жүріңіздер.